Ал қайсы? Мынандай қыласыздар пұтыңыздарды кішіне. Ертеге әр кім өзіңіздер байлайсыздар, комнатаңыздарда көріп алла. Анан билбей ылды жаққа түшіп алып. Ана мынаны қарап тұрла, Моны үш мына. Екі пұтты кішіне ачастағы. Мына екі оны тең мындай қармайсыға. Тең. Тең болды? Все. Ушын емі. Мен оң қолымында, соло қойлар ушындай қармаса olur. Мен оң қолымын, ошон үшін оң қолым менен қармайым бұны. Мына екі оны мындай қылып тартамдағы мен ергап келем. Көрдіңіздер? Мына екі оны менен еле. Мына екі оны біріктіріп алып келсеңіз, мен еді қармайсыз. Түшінікті болды мұнан? Мына қармадыңыз. Ушы қаптар тұрып, мынаны еми бүктейсіз. Мынаны бір бүктейсіз. Bir kap geldiniz. Bunu daha karma olasın. Çünkü mınanı kişiye mınay kılasın da kınday. Yemi mınanı kılıp durup mına. Mına sizin remeniniz. Liboy razmerge koyasın yerde. Düşündünüz mü? Kısılıp kettiğinde siz kişiye koyuverin. Düşüp kalat deyip korksanız kişiyi tartıp koyun. Problema yok. Mına remen. Uşul deden memislerine kişiye tartımdağı yemi koyama. Üstünden düşürüm. Orayın. Екі қылдыңыз, мыналарды мынандай қылдыңыз. Бұл жақта мындай қылдыңыздар. Мені мынақтан бұға вообще ременнің көрі жоқ. Любой менен күреше бересіз. Қармастаңыздағы ше. Мынамен қармастақ. Бұл түшпейді бұл. Еш немесі. Ойланбаңыз. Емі бұның не пайдасы? Емі үшін ұшындай қылдым. Егер де бір шашып қалсаңыз, автобусға шығам десеңіз, пұтыңызды көтерем десеңіз, сізге баяғындай тосқолды қылбайды. Егер де сіз мындай тұйық орап қойсаңыз, ана мына сөйлешіп кеттік дегенде жығыз мүмкін да, точно ше. Бір-екі жыл ушундай болгондо, ошон үчүн мына. Экинчиси, путты көтөрүп сууга жууп атканда ала көрүнбөйт. Мына балты тизе ала көрүнбөйт. Мынаны көтөрүп атканда бу да көрүнбөйт. Түшүндүңүздөрбү? Буга беймарал отуруп туруп каалагандай көтөрсөңүз дагы эч нерсе болбойт. Жабык. Мынасы эң удобный. Эгер буга дагы ремень, белбо тагып койсоңуз проблема жок. На всякий случай. Хорошо? Екіншісі мына. Екіншісі туғандар мына қаралы. Кішіне аз-маз жүдейсіз, анан үйреніп аласыз. Жүдегеніңізге соғып беріледі. Не беріледі кен? Ғыжалат бош керек та. Мен жүдеп атам, нені киізіп қойды деп өлі. Мынаны сол жақты мындай қармайсыз. Учынан. Мына ашығы менен. Сол жақты учынан қармайсыз, мына көкірекке қоясыз. Көкіректе қойдыңыз бұл? Ушуну эле мынаны оңойлап алып келип мына таштап коесуз. Болду. Мына сиз готовый. Түшүндүңүзбү? Жок болбосо, эгер мына киши түшө берсечи, оң колду аркага алып баргандагы мынаны кармаң мындай кылыпчы. Мындай тартып коюп кичине. Болду, түшпөйт ал. Намаз окуганда түшө турган болсочу, болду. Проблема жок. Эми тавафты баштайын дегенде айтам. Оң ийинди ачабыз дейм. Не дейм? Таваф. Оң ийинди ачабыз дегенде сиз мына ичинде бар го? Сол қол менен бұны қармап тұрың, жылып кетпесін. Ана ма түшірің мұна, қорқпайлы. Түштүбү? Мынаны мына оң ийинди аштык бы? Кайра таштап койду. Готовый да? Белүү? Мындай оңдап коебуз, мына тартып коебуз, болду. Эчтеке, оң ийин ачык. Ушу менен табак кылабыз. Оң ийин ачык болот. 7 жол тегерендик. 7 жол тегерен бүткөндөн кийин умрачылар оң ийинди жабабыз деп коем. Болду. Кайра эле ошону тартасыз. Белүү? Кайрамда кайрыйсыз. Üstüne cevap koyarız, problem yok, bitti. Tamam. Kettik, alıveririz, kete veririz, ceyi veririz, içi veririz. Çürüktü oldu mu lan? Tamam.